Mынау Тараз қаласы, мына Залиния деп қоямыз, Селеноградский көшелерінде милициялар қыдырып жүріп, көшедегі тұрған қоқырсықтарға айыппұл салады екен. Мен енді соған қосыламын да. Кейбіреулер көшесіне сондай жылдап бір мұсырлар жинап қояды, көшеден өтіп барсаң қолқаң жерсіп кетсе дейді да. Ал енді мынау этажтамдағы подъездердегі мысалға бір этажтамға кіріп, 4-ші этаждағы досың үйіне дейін барғанға дейін, 1-ші этаждан бастап 3-ші этаж, 4-ші этаж, 2-ші этаж барлығы подъездерлерге мусорды жинап тастаған қоқырсықты. Жаңа жерде енді әрбір иіс келген кездерде қолқаңды жыртып тастайды. Әсіресе мына жаздың күндері қауын, дарбыздарды қойып тастайды. Оның ішінде алма, қалып кеткен ауқат, солардың бәрін иісінде қылғанда жаңа жерде өте алмайсың. Әрбері жағы қоңырауын басып, мына мұсырыңды мынандай жерге жинауға болмайды ғой десе, ол менің өзім проблемам дейді. Подъезд ол көпшілік үшін емес пе? Ал енді қоқырсық тұрған жерде жын тұрады, жын шайтан тұрады. Ана жерден кішкентай балалар ары өтеді, бері өтеді. Аурудың көбісі сол есіктің алдында жинап қойған қоқырсықтан болады. Және де кейбіреулердің үйіне кіріп барсаң, жаңағыдай горшок дегені болады. Горшоктың ішіне толтырып кішкентай баласына түшкізіп, сигізіп, есіктің аузына қойып қояды. Кіріп барғаннан жағы, ол да жағы жүрегіңді айнытып салады. Осы біздің қазақшылығымызға, өзіміздің жағы мұсылманшылығымызға үлкен бір сын деп, осыны мен айта кеткім келіп отыр. Бұдан не жұмысың бар дейді ғой. Мысалға сол есігінің алдына, тура кіре берген кездерде, есігінің алдына жағы горшокты толтырып қойғандардың үйінен қысқасы мен ауқатташа алмаймын, үйіне кіре алмаймын да. Кейбір кезде кіріп кеткендерде болсам да, мазам жоқ өттім, ауқат ішпей қоямын. Неге дегенде, ана үйдің іші енді қоя бересің. Горшоктың исі, басқаның іші толып кеткен. Сондықтан осындай, болмаса анандай жер үйел болатын болса, жағыдай тазиктің ішіне балаларының жағы былғап тастаған сымдарын, ползыңкелерін қойып қояды. Сөйтеді қонаққа шақыра береді. Кіріп барсаң жағыдай нәрсе күтіп тұрады. Осы біздің қазақшылығымызға үлкен сын деп мен айта кеткім келіп отыр. Осы келіндердің құлақтарына алтын сырға небір келіндер болып жатыр, жағы қоқырсықтың ортасында отырғызып қойып, өздерінің ауқаттарын береді келіндеріміз болып жатыр. Және десе осы өзіміздің жас келіндер жағы қолдарындағы тырнақтарын орақтай қылып өсіріп қойған. Енді ол тырнақта не жұмысың бар деген сауалды қою мүмкін осы менің әңгімемді естіп отырған кісілер. Енді ол тырнақта біздің жұмысымыз жоқ. Тырнақтың астында пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, шайтан Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям жанына келеді. Ей шайтан, балаларыңды қайға қоясың дейді. Мен балаларымды дейді, күн ысып кеткенде, күн суып кеткенде тырнағын алмай жүрген адамдардың тырнағының астына қойып қоям дейді. Әрбір шайтанның баласының жанында 80 мыңнан жын болатын болса, оның 10 саусағында қанша жын бар десеңізші. Ал енді ол жағы ауқат істеуге араласады. Және десе адамдармен бірге қосылып, сарқандас болып отырады. Содан кейін сол саусағындағы жүрген жындардан кейбір адамдарға кіріп кетіп ауыртады. Ал енді бұл тырнақ қою деген нәрсе, бұл адамға тән нәрсе емес. Тырнақ қою, мынау жыртқыш хайуан, арыстан, ит, көшедегі сабалақ иттер, болмаса есіктің алдында байлаулы иттерге тән нәрсе. Неге енді ол тырнақтарын жағы иттің тырнағына ұқсатып қойды дейтін болсаңыздар, қазір мынау шет мемлекеттегі әйелдердің барлығы еркекпен өмір сүру, еркекпен некелеспестен итпенен некелесіп қалып жатыр. Солар енді итпен некелескеннен кейін, итпенен жағы бір рет төсек болғаннан кейін риза болып, жағы итке жағы ғашықтық сезімін білдіру үшін иттің тырнағына ұқсатып, тырнағын қойып жатыр. Сондықтан мынау тырнақты қыздарға, тырнақты келіндерге, тырнақты кемпірлерге айтып отыратыным, тырнақтарыңды алып жүріңдер деп айтып отырғым келіп жатыр.